Сәлем достар, түсте жылан көрсе қалай жоруға болады? Бүгін біз сіздермен сол жайлы әңгімелесеміз. Жыланның негізгі белгілері. Егер де біз түсімізде жылан көретін болсақ, ол бізде болатын қандай да бір өзгерістің немесе бізде бар болған қорқыныштың белгісі болып есептелінеді. Кейбір кездері жылан бұл байлықтың да белгісі есептелінеді. Ал енді оның қимыл әрекетіне байланысты. Егер біз жыланнан қашадыған болсақ, ол біз қандай да бір шешілмей қалған проблемадан қашып жүргенімізді білдіреді. Егер де жылан бізді шағатын болса, біздің қандай да бір қастандық жасайтын дұшпанымыз бар екендігін білдіреді. Ал енді реңдеріне қарай тоқталатын болсақ, сары жылан бұл көбінесе ауытқу немесе қандай да бір кеселдіктің белгісі болып есептелінеді. Ал енді жасыл жылан болса, бұл біздің қандай да бір нәзік болған, бізге оншалықты зияны тимейтін дұшпанымыздың бар екендігін білдіреді. Ал біздегі қара жылан бұл біздің өте қауіпті болған дұшпанымыз бар екендігін, бізге үлкен қастандық жасалуы мүмкін екендігін білдіреді. Егер де біз түсімізде ақ жылан көретін болсақ, бұл бізде болатын тыныштық немесе үйімізге келетін байлықтың белгісі болып есептелінеді. Сәтті де тәтті түс көру әрбірімізге нәсіп етсін ағайын.